Алланың атымен бастаймын. 3 рет терең тыныс алыңыз. Жай намазды жерге төсеп, жүзіңізді құблаға қаратып, маңдайыңызды сәждеге тигізіп, өзіңізді барынша бос ұстаңыз. Бұл дұғаны менімен бірге сәждеден бас көтермей, соңына дейін жүрекпен қайталаңыз. Бұл дұғаны күнде таңертең менімен бірге қайталауды әдетке айналдырыңыз. Аса қамқор, ерекше мейірімді, мәңгі тірі, күллі мүлік уысында болған Раббым, пайғамбарымыз Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, және оның отбасына Алланың игілігімен сәлемі болсын. Аллахым, әр-Рахман, аса қамқор, әр-Рахим, аса мейірімді, өзіңнің береке беретін таңында құлың келді алдыңа, қолын көтерді, алақанын жайды, тілін сөйлетті, маңдайын сәждеге қойды, босағаңнан кеткісі келмейді. Дәл осы уақытта кім маған дұға етсе, дұғасын қабыл етемін, кім менен сұраса, сұрағанын беремін, кім менен кешірім өтінсе, кешіремін деп уәде берген өзіңсің ғой, Раббым. Әс-Самих, естуші, Әл-Басир, көруші, Әл-Муджиб, дұға етушінің дұғасын қабыл етуші, жауап беруші. Сен маған нәсіп еткен, арамызға сүйіспеншілікпен мейірім, жанашырлық орнатқан, менің гүлім, аманатым деп алақанына салған, жаннатым болар деп үміт еткен, жалғызым, жан жарым үшін өзіңнен дұға сұрағым келеді. Әл-Хади, туралықты бастаушы, бізді тура жолға түсіргеннен кейін жүректерімізді суытпа, және өзіңнен бір мейірім сыйла. Ақиқатында сен сый берушісің. Әл-Уаххаб, жарымды өзіңе серік қосу күнәсінен аман ет. Амалдарын зая кетуінен сақта. Жүрегін өзіңнің дініңе бекем ет. Өз жолыңа бағытта. Әл-Малик, патша, Әл-Хайи, тірі, Әл-Хауи, қуатты, күшті, оның өмірінің қорғаушысы болған дінін, тіршілік еткен мына дүниесін және қайтар орны болған ақыретін дұрыстап жақсарта көр. Дүние тіршілігін әрбір хайырлы істерде көбейтетін орын ет. Өлімді әрбір жамандықтан құтқаратын демалыс ет. Әл-Бадих, көркем жаратушы, Әл-Уарис, мирасқор, Ән-Нұр, нұрландырушы, отбасымызды, ұрпағымызды, Әл-Мәтин, өте берік, мықты құлдарыңнан ет. Әл-Уәдид, табушы, бай, Әл-Мұғни, байытушы, Әл-Ғани, бай, еш нәрсеге мұқтаж емес, Әл-Мұхадин, алға шығарушы, шаңырағымыздың берекесі мен нығметін арттыр. Я Раббым, жолдасымның басына бақ, астына билік, жүрегіне өзіңе деген махаббат, маған деген сүйіспеншілік пен сыйластығын арттыр. Елдің, туыстың, ұрпағымыздың алдында абыройын арттыр. Сенен өзгеге мұқтаж болмайтындай дәрежеге жеткіз. Аса қамқор, ерекше мейірімді, күллі мүлік уысында болған Раббым, Әл-Муджиб, жауап беруші, тілектерді қабыл алушы, көркем сипатыңмен дұға тілектерімді қабыл болған дұғалардан ет. Аллахым, Ибрахимге және Ибрахимнің жанұясына берекет бергеніңдей, Хазірет Мұхаммедке және оның жанұясына берекет бер. Расында сен барлық жағынан мақтауға лайықтысың, әр даңқың ұлы. Я Раббым, өзіңе патшалығыңның құдіретіндей, дидарыңның ұлықтығындай сансыз мақтаулар мен шүкірлер болсын. Дұға ол мұсылманның қаруы. Күн шықпай тұрып, таңғы уақытта Алла разылығын алу ниетінде дұға жасауды әдетке айналдырайық. Егер сізге бұл дұға пайдалы болса, маған жазылуды ұмытпаңыз, жақыныңызбен бөлісіңіз, пікір қалдырыңыз.